Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен Әйгерім Жантемірқызы. Бүгін тіл үйрер қазақша палау жасайтын боламыз, яғни плов. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ал енді бізге керек ингредиентпен танысып болайық. Ең бірінші бізге пияз, сәбіз және ең маңыздысы ет. Ет негізі өз қалауларыңыз бойынша. Мендегі қой еті және құйрық май. Құйрық май міндетті түрде, өйткені біздің палауымыздың дәмді болуына себепкер. Сұйық май және специялар, шекер тәтті дәм беру үшін, және ең бастысы күріш. Мен алдын ала барлық көкөністердің барлығын турап алдым. Видеода анық көрініп тұр. Құйрық майды міндетті түрде майда етіп тураңыздар. Сонда ол тамақтың арасында аса білінбейді. Ал енді майды құйып, бірінші жақсылап қыздырып аламыз. Май қызғаннан кейін барып етті саламыз. Ет міндетті түрде жақсы қуырылуы керек. Одан кейін құйрық майды саламыз. Құйрық майды қатты қыздырып қуырудың қажеті жоқ. Тек қана аз ғана қуырсақ болғаны. Одан кейін рет-ретімен пиязды және сәбізді бірге қосып саламыз. Олар да жақсылап араласып қуыруы керек. 5-10 минуттай қуырамыз. Одан кейін үстіне жылы су құямыз. 1,5 литр жылы су құйып, бетін жауып, жай отта қайнатамыз. Барлығы бір-бірімен үйлесімді дәм берілуі үшін кем дегенде 1 сағаттай қайнатамыз. Оттың астын күшейтіп, қайнағаннан кейін күрішті саламыз. Күрішпен бірге біздің шекерімізді және қалған специялардың барлығын қосып салатын боламыз. Оттың астын пәсейтпестен осы күрішті бетін жауып, жақсылап суы тартылғанша қайната береміз. Суы тартылғаннан кейін бетін тарелкамен, одан кейін қазанның қақпағымен жауып, біраз уақытқа қоямыз. Яғни кем дегенде жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Оттың астын керісінше пәсейтеміз. Жай отта пісуі керек. Сонда етіміз былжырап, әдемі болып піседі. Ал енді біздің күрішіміз дайын болды. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бетін әрлеуге болады. Мен пиязды бетіне дөңгелек етіп турап салдым. Өте дәмді болады. Мінекей қараңыздар, шаштай болып піседі. Өте керемет, өте дәмді болады. Сіздер де бағасын беріңіздер. Рахмет. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдырып, подписация батырмасын басыңыз. Және менің каналым ұнаса, қоңыраушаны басып, үнемі менімен бірге болыңыз. Рахмет.